Вафли дайындаймыз. Алдымен жұмыртқа, қант, ванильді қантты қосып араластырамыз. Кейін оған бөлме температурасындағы сүт, ертілген сары май және ұнды екі бөліп қосып, түйіршік болмайтындай етіп жақсылап араластырамыз. Вафельницамыздың екі бетіне кішкене май жағамыз. Орташа қалыңдықта дайын тестімізді құямыз. 5-7 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Вафлиіміз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Барлықтарыңызға ас болсын, сіздермен бірге болған Сандуғаш.